ол мен үшін ысырап емес дер едім. Пайдаланбаған заттың бары? Ысырап. Өйткені андай нәрсе бар екен. Жын шайтандар әлемі бар ғой. Оказывается, ең көп қайда болады білесіз ба? Шкафтарда. Шкафтарда киілмеген киімдерде дейді, пайдаланылмаған заттарда дейді. Извините, лучше бере салайын, басқа адам пайдалансын от души, чем ол ысырап болып, но при этом өте үлкен жындардың ордасына айналғанша. Сен енді білуімше, жаңағы сейфтарыңда, өзің сабақтарыңда өте көп байлыққа байланысты техникалар бересің, инструменттер бересің. Осы подкастта бір техника бөле аласың ба? Мен оны сездім деп па? Осы даже осы техниканы айтқым да келді. Енді нереально, шынымен нереально, прям запишите. Имам Ғазали деген бар. Мен ол кісінің қатты кітаптарын қатты жақсы көремін, потому что ол кісінің даже бақыт алхимиясы деген кітабы бар, оқып көрсеңіздер, иншаллах. Ол кісі үнемі андай жақсы өмірге, жеңіл андай болады ғой, бақытқа толы өмірге ұмтылады да. И это нормально деп қабылдайды, типа, ты должна страдать, это өмір сынақ деп андай болады ғой, олай емес. Оның түсінігін айтты қатты. Сол кісінің тарапынан келген амал бар. Бақыт вирт счастье деген, бақыт вирті деп атала ма оны қазақша айтқан кезде, вирт счастье деген бар. Жаңа бақыт алып келетін саған амал. Енді бақыттың ішіне ризықта, ризықта, нығметте, байлықта барлық кіреді ғой, былай айтқан кезде. Просто кейбір адамдар ақша деген байлық андай бақыт емес деп алып тастағысы келеді да. Кешіріңіздер, егер Аллахтан келген ризық болатын болса, оның барлығы бақыт алып келетін болса, ол бақыт. Ендеше сол имам Ғазалидің амалы бар, вирт счастье, ол бір күнде дәрет обязательно болу керек, потому что бұл жерде Құранның фатихасы алынады. Фатиха сүресі бар ғой. Бір күнде 100 рет фатиха оқисың. Прям 100 рет оқисың. Қай кезде? Оны таң намазынан соң 100-ін оқып тастауға болады. Егер қиын болып кетсе, 5 намазға бөліп 20-20-дан оқисың. Бірақ бір күнде бітіру керексің оны. Осыны попробуйте. Мен бұл туралы